Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі көрермендер. Сіздердің назарларыңызда Маңғыстау облысы ғылыми әдістемелік және мәдени қызмет көрсету орталығы ұйымдастырып отырған жыр дәстүрлі ән кешін, яғни 1 сағат көлеміндегі концертті ұсынамыз назарларыңызға. Ендеше бүгінгі студиямыздың қонағы Маңғыстау ауданы Ақшымыр ауылынан арнайы осы дәстүрлі әнді насихаттаймын деп келіп отырған кәсіпқой емес, әуесқой әнші деп айтайық, өйткені еш жерде музыкалық білім алмаған қарапайым ауылдың қара баласы Алшын Әнетіп. Ал енді Алшын, біздің Ақтау қаласына қош келдің. Енді орталыққа көп келе бермейсің, осы келген кезіңді пайдаланып, біз осы мүмкіндік жібермей, сені ұстап қалып отырмыз, қарайған қарсылығыңа қарамай. Сондықтан енді келесі сұхбат сізбен болады. Қысқаша өмірбаяныңыз, содан кейін енді Адайдың жеті қайқысының әндерін насихаттап жүрсің. Мынау жеті қайыққа кірмей қалған қайқылардың әндерін насихаттап жүрсің. Және арасында азды көпті жыр термеде айта қоятыныңды көріп жүрміз. Сондықтан сенің репертуарыңдағы ән жырларға кезек берейік. Сөз кезегі өзіңде. Так, өмірбаянын айтып жүрсің. Өмірбаян болған енді мен 1990 жылы Ақшымыр дейтін Бозаш түбегінің шет жағында орналасқан ауылда дүниеге келдім. Сол жақтан 11 жылдық Тобанияз атындағы орта мектебін бітіргесін осы Ақтау қаласында Есенов атындағы университеттің мұнай факультетін бітіріп шықтық 4 жыл. Мақсатың мұнайшы болу ма, әлде Есеновте жыр класы жоқ болғандықтан амалсыз мұнайшыны оқыдың, мұнайды оқыдың? Сол енді Алла қаласа бұл сөз неге айтып отырмын? 1 қыркүйектен бастап Есенов атындағы университетте жыршы деген мамандық, дәстүрлі өнер деген мамандық беретін, диплом беретін мамандық ашылайын деп жатыр. Сондықтан сен сияқты мынау өнерге түсем деп келіп, мұнайға түсіп кеткен жастарға арнайы айтып қойып жатыр. Жол ашылады. Жол ашылайын деп отыр. Яғни Маңғыстаудың өнерінің, мәдениетінің дамуына тағы бір жақсы алға қадам басайын деп отырмыз. Енді келесі бір ән сұрайық. Ораштың әні дауылпаз салып берсең деп сұрайын деп отырмын. Ән салдым, қақайырып қанатым, қара түнді деп шырқаған шығарып қойдым. Дауысай зор болады ай дауылпаздың, қонарға көл қайдан ай қоңыр қазған. Аққудай әлпештеген ай ару едің, қай жерге қонайын деп ай. Ой қанат жаздың ай, ай қанат жаздың ай. Ойылда қайнар жем жайлап, сал серайдым мен бойдақ, келемін салқым сен ойлап, шықшалдымнан бұралып, сылдыр қағып шашпауың. Ай сәулес ай сырған күн қойнап ай. Кеш болса кетіресің ай тағатымдай, ән салдым қағайырып ай қара түнді. Талпынам тыныш таппай ау жан қалқатай, қаққылап саған қарай ай. Ой қанатымдай ай, ай қанатымдай ай. Ойылда қайнар жем жайлап, салт едім серай мен бойдақ, келемін салқым сен ойлап, шықшалдымнан бұралып, сылдыр қағып шашпауың. Ай сәулес ай сырған күн қойнап ай. Ойылда қайнар жем жайлап, сал серай едім мен бойдақ, келемін салқым сен ойлап, шықшалдымнан бұралып, сылдыр қағып шашпауың. Ай сәулес ай сырған күн қойнап ай. Ай бәрекелді. Ал енді белгілі композитор,
әнші, дәстүрлі әнші Әсет Ағниязов деген ағамыздың кешінде Әсет ағамыздың соңынан ілесіп келе жатқан Адайдың жеті қайғысының әндерін насихаттаушы жеті інісі деп жеті жігіттің біреуі болып сахнаға шықтым ғой енді. Енді сол кезде алтауы оқыған, тек ауылдан келген оқымаған сен болдың. Енді сол кездегі сезімің қалай болды? Анау енді сахнаға шыққан кезде қорыққан шығарсың. Енді кілең нота білетін, консерватория бітірген, колледж бітірген, ұстаз көргендердің қасында тұрған айттың ғой. Ол белгілі конкурс емес, бәсеке байрақ емес. Дегенмен сахнада өзің қалай ұстадың? Дегенмен кішкене бір аздап қобалжу болады енді. Кілең қасындағылар кішкене ноты білет деген сияқты өзіңіз айтып отырсыз. Кішкене мысың басылып. Мысың басылады, иә. Жаңағындай қазіргі Аламан бәйгедегі Адайдың жабысымен ағылшын арабтың сияқты бәйгесі. Аздап болады енді қобалжу енді. Бірақ сахнаға шығуға болады, болады ғой. Келіп тұруға болады орталыққа. Енді осы ауылда жатқан, сонау Сенекте жатқан, Тұршыда тұратын қаншама таланттарымыз бар. Мысалы, мына қырдың үстінде Самда бірнеше ағаларымыз бар. Жетібайда жүрген қаншама таланттар бар. Шұртта жатқан, құмның ішінде көміліп жатқан таланттарымыз бар. Енді сол азаматтарға, азаматшаларға осы алшын қысап, анда-санда болса да Ақтауға келген кезде осылай өнермен бөлісіп кетіңіздер халыққа, халықтың өнерін халыққа шашыңыздар, насихаттаңыздар деген ұсыныс айтып қояйын деп отырмын. Келесі орындалатын ән мына Жаманадай Тастемір атамыздың Маңғыстауын салып берейін. Тастемір өзім атам ай, ағам нұрам ау, алғадай кім сөйлейді ай, бізден мұран Адайдан шауып шыққан ай, жүрек еді ай, ежелгі ай, елден қалған ескі ау жырын ай, алай, ескі ау жырын ай, Маңғыстау ойың терең ай, қырың биік ау, айналып кете алмадым ай, көзім қияп Маңғыстау сені тастап кеткеннен соң ай, көзімнің жыра алмадым жасын тыйып ай, алай жасын тыйып ай, сұрасаң руымдан ай, жаманадай ай, қолымдай көк қаршыған ай, томағалай ерегесік талай болған кездің ай, байрақтай бізден бұрын кім алады алай, кім алады ай, бәрекелді, үлкен рахмет. Енді осы қай-қаталарымыздың жолын берсін дейміз ғой. Алдағы уақытта да абырой биігінен көріне бер. Енді көрермендер әңгіме айтып отырып алғаннан гөрі ән шырқағанды жақсы көреді. Сондықтан тағы бір екен
кімнен қандай ән орындайсың? бір халық әндерінен де бір орындап отырайық мына әдемі қыз деген бір әдемі ән өзі де. Ғарекең репертуарда. Қара бешпен тау әдемі қыз ай тиген жоқ әлі ешкімге әдемі ау әлегіңіз ай бар көскен кішкентайдан ау құрба ғой деп ай өзіңнен әлі күнге әдем ау дәмеліміз ай сәулелі алтын айымсаң бақытым сенсің барымсаң дариғай мынау жалғандай таңдап бір сүйген жарымсың ақ көйлек қара бешпен тау белін буған ай жан едің қатарыңнан әдем ау артық туған ай мен саған сүйгендіктен ау сөз айтамын ай ар жағын өзің тауып әдем ау өзің ойлан ай сәулелі алтын айымсаң бақытым сенсің барымсаң дариғай мынау жалғандай таңдап бір сүйген жарымсың дариғай мынау жалғандай таңдап бір сүйген жарымсың. Ей бәрекелді. Ой рахмет. Енді алдағы уақытта жоспарларың Алматы, Астанаға барып түсірілім жасау, болмаса осы дәстүрлі әндерге клип түсіру ауыл аймақтың айналасында, немесе Ақтауда ауданда концерт беру, болмаса альбом шығару, диск шығару деген сияқты жоспарларың жоқ па өнерге қатысты? Қолдайтын ағаларың бар шығар мүмкін. Бөлісіп айтып отырса. Ондайды ойламаппын шынымды айтайын. Басқа салада жүрген? Басқа мұнай саласында жүргесін бе білмеймін. Шынын айту керек қой. Енді өзіңнің алда кімдерді сүйіп тыңдайсың? Жеткізген Сейітовті айтып жатсың, Ізбасы Шыштановты айтып жатсың. Енді қазіргі қасымызда жүрген өзің замандастарыңнан кімдерді мойындайсың жалпы? Замандастарымыздан енді қазір көп қой, Құдайға шүкір жаңағыдай көп оқыған жігіттер көп. Кеше Мен қазақпын мега жобасынан алып жатқан Оспан, Алпысбек дейтін бауырларымыз бар, Әзімхан бар, Жігербек Тұрғанов дейтін бар. Көп қой енді. Аллаға шүкір. Өсіп келе жатыр ғой Маңғыстаудан жас таланттар. Енді көрермендермен тағы да жаңа қосылған көрермендер болса таныстырып өтейін. Алшын Әнетов Ақшымар ауданынан арнайы келіп отыр. Енді Алшынның орындауында тағы бір екен. Қандай, кімнен? Жеті қайғының бірі Медет Жылгелдінің құнанларын салып берейін. Бір әнді сатып алдым ай құнан арғаны
керек десең құмарларға ит таусым бұрынғыдай аңқымайсың жас жетіп қартайған соң амал бармай амал бармай қолыма ұстағаным қуарағай даусым саған не болды сырғаным күлмейін ойнамайын десем даған бұл дәурен өтіп барат бір қарамай бір қарамай өлеңді сатып алдым құнаннарған берейін өз бәсіне құмарларға басымнан ит 25 ұттай кетті күн қайда енді бізге бұлаңдарға бұлаңдарға ой бәрекелді. Енді Алшын мынау конкурстарға қатысып бағың сынап көрдің бе? Мына студент болып оқып жүрген кезде колледж, университеттер арасындағы студенттер арасында байқауларға қатыстым. Жүлделі орындарға ие болдым. Алдым, бұйырған. Енді осы Амандық Көмеков деген профессор ағамыз айтады, кез келген дәстүрлі әнші кемінде 1-2 жыр, 1-2 күй білген жақсы. Кез келген күйші ең болмаса бір-бірден дәстүрлі әнмен жыр білген жақсы. Ал жыршы сәйкесінше күймен дәстүрлі құралақан болмау керек деп жатады. Енді үшеуі бір-бірінен бөлінбейтін егіз ұғым егіз ұғымдар ғой, егіз өнер. Сондықтан енді бір жырдан сұрасам қалай болады? Қиын болмаса терме. Мына атақты Ескелді ауылынан шыққан Сүгір Бегендігүл атамыздың бір өсиетінен үзінді орындап берейін. Алаш түгіл ақшты мойындатқан Сүгір Жырау Бегендігүл. Қарайған халық келіп жиылғасын кеудеден алуан жырлар құйылғасын Сүгірдің өз басындағы еркі бармай сөйле деп көп жамағат бұйырғасын ал бисмиллахир-рахманир-рахим әуелі сөздің сарасай атамыз адам жабалдан жаралғалы бір қарай малғында шайтан мәуіттің болмаған қабыл добасай жақсыда менен жаманның жүйрікте менен шабанның жер менен көктей арасай қалмайды ажал кезектен яғни бір мысал айтайын дүния жисаң әлеумет біреудің хақын жемесең алланың берген тағында талайдың қауқар нұры бар және бір мысал айтайын біреулер бай ғой байқасаң біреулер жарлы мысалы байға да көңіл салында жарлыларды жылатып байлықта әлек бар дейдай болмаса зекет малындай құр байлықтан не пайда күнінде ішіп жемесең төрдегі тұрған ақсауат ода бір күн тұлғалар ақ денеге кимесе белдеуде тұрған арғымақ
жабы менен тең болар, кезенті берлер мінбесе, сұлудың көңілі жер болар, етектен бала өрмесе, ағаның көңілі жер болар, басынан кетіп базара, артынан іні ермесе. Ай, жолдаста болсаң жақсымен, ол да зәм-зәм суындай, сусағанда қандырар. Ай, азамат ерлер шөлдес ай, Мұхаммедке үмбет болғандар, иманға көңілі толғандар. Ла илаха иллаллах, Мұхаммедтің шарғы жолынан, сөйлесін тарлан сүгірің, ақытта маржан соңынан. Шығара көр жасаған, сүрінген күні пендеңді, лаулаған тозақ қорынан. Ақиреттің күнінден, салғанда күні таразам. Көп шығар деп күнәмді, Мұхаммедтің менде қорынан. Аллада нәби Мұхаммед, ал біз күнәқар пендеңбіз, барғанда күнау алдыңа. Өзіңде назар салмасаң, жаңғанда оттай сөнгенбіз. Кешегі жастық күнінде молдалар айтса алыстым, бірталай жерге барыстым. Күнәлі жалғыз мен бе деп, тексерер мені сен бе деп. Күнә болса жаршылық, абыл мен қабыл екеуін, жеті түрлі сазменен кеудесіне сыйғызып туғызғанымына мен бе деп. Алланың берген ақ сөзін айтпа дейсің халқыма, қанша бір мұлда болсаңдай. Ақылың памды өлшеулі осы бір жерің жөн бе деп. Мұсылманға салынған 8 жұмақ сарайы бар, 7-де тозақ және бар. Бірінші тозақ өлгенде кірлеген көңіл дініңнен, 2-ші тозақ болат дейді сүйексіз қызыл тіліңнен. Үшінші тозақ және бар некесіз алған жарыңнан. 4-ші тозақ болат дейді зекетсіз берген малыңнан. 5-ші тозақ және бар қарасы бар басындай ағаменен ініңнен. 6-ші тозақ болат дейді ағайынды сыйламай желденіп көңіл ісіңнен. 7-ші тозақ және бар терісте қылық ісіңнен. Көтерілмей топырақтан қиналат дейді пендесі. Сол уақыттар болғанда жылайды дейді қарағым. Қайғыланып қалмаса ашылат дейді көңілдің. Қол қуалап бердес Түк Адайда сүгір мен едім ортасында, қалқамның осылай сөйлеп көлбеген. Рыза бол Алла Мұхаммед 5 парыз намаз ораза, өтей алмай артымнан көңілім бүгін сарқылған. Басыңнан бағың кеткен күн, қатында бала қой қар орман, жаныңды сақтап қала алмас. Перзентің тәтті ғой болған мен, керек еді ғой атам деп, орныңа да сенің қала алмас. Ағайын туған қарандас, сүгірді бізге қалдыр деп, ара шалабай қала алмас. Бүктелген нарыңда 3 жерінен буарсаң, бұйыртса тәңір тарлағат. Бір құман сумен жуарсаң, тірлікті сүгір болсам да, Әзірейіл шылбырды салған күн, қоштасып адай қаларсың айдай бәрекелді. Енді мынау жыр дейтінде өнерде, жыр деген өнерде оңай шаруа емес. Ұзақ дастандар жаттау керек, жырлау керек. Бірақ енді оған бір аса қатты дауыс керек емес сияқты, менің ойымша. Бір әйтеуір орта жобада қоңыр даусың болса, әлі толғап айта беруге болатын сияқты. Ал дәстүрленген міндетті дауыс керек. Ол азғантай болғанмен, даусың болмаса дәстүрленді айта алмайсың. Сен үшін қайсысы оңай, қайсысы қиын? Оң жамбасыңа келетін қайсы өнер? Мен сол дәстүрленді жеңілдеу көремін. Анау енді кішкене жауапкершілік үлкендеу, көбірек жаттау керек қой. Енді Ақтанның термесін айтып жүргеніңді естіп жүрмін. Мынау енді бізді көріп отырған осы Ақтанның
термесінің сөзін бұзып айтып жүрген эстрада жұлдыздары, дәстүрлі өнер иелері, енді ішінде жаңағы бір-екі сөзін ауыстырып айтып, үстіне қапталдан әкеліп жамап, өздерінің сөзін қосып қойып жүрген бір Ақтан атамыздың аруағының алдында бір үлкен кінәлі болып жүрген бауырларымыз бар енді. Солар білмей қалмасын, немесе олардан кейін өсіп келе жатқан, бізден кейін өсіп келе жатқан ұрпақ қате сөзбен айтып кетпесін, Ақтан атамыз осылай айтқан екен деп ойлап қалмасын деп, түпнұсқада жырлап берсеңіз деп сұрағым. Қалайдың жер қайғысының бірі Ақтан Керейұлының қалағандарың сөз болса. Қалағандарың ай сөз болса, мен жырлауға бір құмарымын, шұбалаң құйрық шұбарымын, ай шапқан аттай бір заулаймын, жанғанда оттай лаулаймын, не қылған менен дергінім, бұлдырағанда таудаймын, ай екі алысқан жау болса, арасында бір панамын. Мен ақ бауыр кер жорға, әдемі басқан аяғын, қарасаң көзің жеткізіз, ай жылмайып жатқан даламын. Жортқан атқа жеткізбез, ұзында бауыр саламын, жоғардан аққан жайықпын, теңізге құйған аяғын, шығыстың қатты желімен ай алайлатып ағамын. Сөйлемеймін мен неге, қашаннан да мен өзім заржақ бір туған баламан. Сөйлесем сөзді табамын, сөйлей аламын. Ай көпшілік сөйледенде іркілмеймін ай жел сөзге, кеудедегі ай білгенді алдыңа төгіп ай саламын. Қаумалап қалқымай келгесін, селдетті топан жел сөзді көрінбейін бекерше. Менің де айтқан сөздерім таңдайыңа татымас, абылда менен ай нұрымнан дәніккен жұртым шекер жеп. Мен адайдың ақтана, сөйлесем сөзім тақтала, бөгесе бөгет бермейтін қара таудың ақпара. Сөйлей берейін ай сөйлесін көрейін, әріден берің ай сөйлесем, бұл өзімнің ай мерейім. Сөз дегенім бұйым ба, сөйлегенім ай қиын ба, талайда талай ай сөйледім, сатырлаған жиында жайықта деген бір жанды соу, көзі бір қара қанды соу. Біздің де жүрген жеріміз ай күнде бір базар күнде доу. Мен сүргіннің сойымын, алқалы жерде шапқан ай, ойпаңда жерде сортақ бар, ай жабыдан туған қорқақ бар. Сөйле десе жыршыңыз, алдарыңдау жортақтар, туғанда айға ат берген, аяқ қағазбенен қат берген. Екі еріммен тілқаңдай сөйлесін деп жақ берген. Шықпайда отырай домбырам, сырылдап оның қақпаға, айтқанда сөзге түсінбес адамның мисыз ақмаға. Домбырам отар қағынап, 12 перне қос ішек бауырына тағып ек. Қоянға қосқан тазыдай бүкті тілібай жазылып, осы араға келгенің әдептен құр қалмасың.
Үлкенге сәлем бергенім айта берсең гүлің бар. Түрлі өнер бар, түсін етін адамға, ретін айттым терменің. Ұядағы балапан ұшатын күні болғанда, қанаты қатып толғандау, істейді уда көргенін. Құлағың салай жігіттер, жолдаста болсаң жақсы мені, дұшпаныңды бір жеңгенің. Жарлымын деп мұңайма, жетіде мүшең сау болса, Құдайдың сол берген ау. Құрметті көрермендер, Алшын Әнетовтың репертуарындағы дәстүрлі әндер және халық ақындарының термелеріне арналған концертімізді ары қарай жалғастырамыз. Алшын, енді көрермендермен тағы да бөлісіп отырайық. Келесі ән кез келген әнші орындай бермейтін, орындай алмайтын деп айтсақ та артық емес шығар. Мынау үлкен жоғары қарай шырқау шыңына дейін барып қайтып келетін, зор дауысты талап ететін Қожантай Қойбас Жалбырұлының Маңғыстаумен қоштасу дейтін ән сұрайын деп отырмын. Енді осыдан бастайық. Сосын ары қарай қалғанын көре жатармыз. Çap. Yılladay, jaylauşuday, qırğa barıp, jızadan şıngıraulay, şınğa barıp, Харuyay, Хаситтay, Mangıstaудың алыстан жатушыдай, солы баланы бай. Ай, дүния ой, алшаңдай басқан кермендік, бұзауды сойыл ерігілдік, қыранға теккен ағотау, ақситып ару енгіздік, аруға қамыз құйдырдық, некені ақтан қидырдық, көр алмай жүрген дұшпаның айдай. Өзегін ай өртеп күйдірдік ау. Қыстауым қарамай ай кендірлідей, тауыстақ әлми қаяп ай Kim gönlüdeyim, toy almay kız imşikten, kazağına kögüsim gürüsünde gördüm beni. Ay dünya oy, қайтейін қапы замана, дұшпаным салдау табаға, бұйырмас бекен біздерге, бабамыз жатқан сағана. Барсаңдар сәлем айтарсаң, ақ кетік деген қалаға,
сый алмай кетіп барамыз айдай. Маңғыстау-ай, қиян дала-ай. Ей, бәрекелді. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Енді осылай жырлап өткен, осылай зарлап өткен бабаларымыздың жырын жалғап жүрген саған творчестволық табыс тілейміз. Тағы бір екі әсем ән орындап берсең, көрермендермен бөлісіп отырайық. Елемес Мағазов дейтін ағамыздың жігіттерге өсиет деген бір жақсы өлеңі бар. Атақты атыраулық композитор, әнші. Дүния оба болмас, жинағанмен кетерсің бір күн тастап. Қимағанмен әркімнің өз көңілі-ай, өзін алтын. Жолдас бұл кімде болса сыйлағанымен. Әркімнің өз көңілі-ай, өзін алтын. Жолдас бұл кімде болса сыйлағанымен. Қайтадан бастайық. Дүния оба болмас, жинағанмен кетерсің бір күн тастап. Қимағанмен әркімнің өз көңілі-ай, өзін алтын. Жолдас бұл кімде болса сыйлағанымен. Әркімнің өз көңілі-ай, өзін алтын. Жолдас бұл кімде болса сыйлағанымен. Дүния өтер кетер, баян етпей, әркімдер мұратын-ай. Қалар жетпей, сүрсең де мың жыл өмір. Қызық көрмей болмайды өткен өмір бір минуттей. Жігітке мықты дәулет, амандық-ай, кісіден аулақ жүрсай. Жамандық-ай, шарт жұмып екі көзін жүргенімен. Көрінер қай жерінен адамдық-ай. Шарт жұмып екі көзін жүргенімен. Көрінер қай жерінен адамдық-ай. Шапқанмен жабы жылқай, бәйге алмайдай, солалап ақ бидаймен. Бақсадағай, алтынның титтей жерін татпас байдай. 70 жыл жер астындау жатсадағай. Алтынның титтей жерін татпас байдай. 70 жыл жер астындау жатсадағай. Қаршыға әлсіз болсай, қазалмайдай, өнерсіз жігіт құлаш жазалмайдай. Дүние жұрт алдаған бейне базар, әр адам өз әлінше базарлайды. Дүние жұрт алдаған бейне базар, әр адам өз әлінше базарлайды. Дүние қарап тұрсаң шулақ екен, қарағай басың кескен. Мулақ екен, жігіттер тіршіліктай, сіз біздескен. Қызығы бұл өмірдің солақ екен. Жігіттер тіршіліктай, сіз біздескен. Қызығы бұл өмірдің солақ екен. Ей, бәрекелді. Ой, рахмет. Енді осындай керемет шығарманың авторларына алғыс айтамыз. Елемес ағамыз бізді көріп отырса, Атырауға жалынды сәлем. Енді тағы бір екі ән орындайық, содан кейін осы бағдарламамыз, сұхбатымызды аяқтайық. Елге сәлем айтыңыз. Аман тұрыңыз, аман жүріңіз. Қайда да қазақтың қай бұрышында жүрсеңіз де, Маңғыстаудың қай қиырында тұрсаңыз да, дәстүрлі өнерді насихаттай беріңіз деген тілек айта отырып, тағы бір ән сұраймыз. Мая Досаттың Жамалай деген әні бар еді, осыда көп айтылмайды, соны орындап берейін. Көп кітаптарда халық әні деп жазылып жүр ғой.
басында алан уқтан айналайын қарағым еркем тоқта жамалай бір көтірған аулам көшіп барады анау айтқан уәдем бар ма жоқ пау жамалай 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 не жаздым қалқам саған ай серуенге 80 қыз шықса дағы сен қоңыр қыз ішінде қаңқылдаған жамалай ақ көйлектің етегін алтындаған ақ жамбыдай ажарым жарқылдаған жамалай 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 не жазым қалқам саған ай бәрекелді. Енді сонау алыс ауылдан шалғайдан келіп бізге сұхбат беріп осы 1-2 сағат көлемінде жанды дауыста жаныңды жеп отырып ән шырқап берген үшін рахмет. Құрметті көрермендер, келесі эфирде кездескенше деп біз сіздермен қоштасамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақшымараудан келген Алшын Әнетовтың әндерін тыңдадыңыздар. Біз сіздермен қоштаса отырып Алшыннан көл қайнарды сұраймыз. Осы әнмен сіздермен қоштасамыз. қандай жақсай Маңғыстау қысқастарға ел аралап суарып жолқыстарға наурыз туай көші-қон жаян айтып көшіп барсаң көл қайнар тасастауға көл қайнарға бұрынғыдай тағы да ел жайлар май көл қайнарға біздің ауыл жақсы екен атбайларға қынай белдай қыздар қиялған қас бір көтеріп жақсы екен ішілген асай тобалғымен торатпен барғаныңдай күліп шықсай алдыңнан бір қолаң шашай көл қайнарға
ой қыз аулына барсақ қой шай қайнарда күл қайнарғай бұрынғыдай тағы да ой ел жайлар ма ай бәрекелді. Рахмет Алшынжан, алдағы уақытта творчестволық табыстар тілейміз. Енді сол ауылда шалғай жерде жүре бермей, Ақтау қаласына келіп, осы қайнаған шығармашылық адамдармен араласып, эфирлерден, экрандардан, сахналардан көбірек көрінуге Алла нәсіп етсін деп, бүгін концертімізді аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.